бірінші деңгейдегі тапсырмалар 100% оқушы орындайды, яғни 2 деген баға ешкім алмайды. Және мұғалім өзінің негізгі міндетін орындай алады. Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттың айқындалған білім беру салаларының күтілетін нәтижелеріне қол жеткізеді және 390 бойы тақырыпқа өту барысында жоғары деңгейге көтеріліп отырғанын байқауға болады. Енді білім сапасы мәселелері жүйесі шешімін табады. Бәріміз енді менің қорытындылап айтқым келетіні, осы тәжірибемізде оқытудың 3 өлшемді әдістемелік жүйесі технологиясы сабаққа енгізу нәтижелері оның жоғары тиімді екендігін дәлелдейді. 3 өлшемді әдістемелік жүйенің технологиясын қазіргі білім берудегі негізгі мәселелерді шешуге, барлық білім алушылар үшін сапалы оқытуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Рахмет.